Birinci kelген кезде балам жақсы еңбектей алмайтын еді. Bir аяғы негізі бір оң қол, сол қол, сол аяғы жақсы істемейтін еді. Сол кезде сол аяқтарын ана сүйретіп, бұлай өзінің күшіменен алып жүре алмайтын еді. Менің балам оның алдында жақсы, бірақ менің баламды адам болады деп өзімді ойламағам ғой негізі бірінші кезде. Бұл бала қандай болады? Ертең күн өспей қалады ма? Денесінің бәрі сал болып, жатып қалады ма, орнынан тұрмай деп. Кетіп қалады осы бала деп сол кездерде уайым болды. Бірақ жаңағы сол ауру болып қалады деген уайым одан зор болды. Баламды көргеннен кейін, бірақ мен өзіме өзім сенім қылып, сол балаға қарадым. Одан кейін, балам отырғаннан кейін бар, өзіме өзім келдім. Балам сөйлейді, енді жүруге әрекет жасап жатыр. Сонысына өзіміз қуанамыз. Осы қамқор орталығының арқасында, мен осыншалық массаж, осыншалық көмектің арқасында балам жақсы болды. Дәрігерлерге рахмет. Енді балам Құда қаласа, осы дәрігерлер сияқты шауып жүріп, осы елдің жақсы мықты азаматы болып жұмыс істейді деп сенемін енді. Әр адамның ішінде бір жарық сәуле бар. Бастысы, оны сөндіріп алмау керек. Қамқорлық, жанды жылытатын қолдау.